Осы елдің жанашыр азаматтары әрдайым халықтың абыройын асқақтатады. Адал еңбегін туған елінің өркендеуіне арнап, өнегелі істерімен көптің құрметіне бөленіп жүрген Ахмет Кендірбекұлының тағылымды тағдырына көз жүгіртіп, ел үшін жасаған игі істерін ұрпаққа үлгі етпекпіз. Ахмет Кендірбекұлы еңбек жолын Алакөл ауданындағы Көктума орта мектебінде мұғалім болып бастап, ақыл парасаты мен іскерлік қабілетінің арқасында өмірдің сан қилы белестерінен өтті. Мектеп директоры, аудандық газет редакторының орынбасары, аудан әкімінің орынбасары қызметтерін атқарып, ішкі саясат, білім беру, денсаулық сақтау, тілдерді дамыту сияқты маңызды бөлімдерді, сондай-ақ Қазақстан Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің әкімшілік жұмыс департаментін және тілдерді дамыту басқармасын басқарып, мемлекеттік қызметтің түрлі салаларында абыройлы еңбек етті. Облыстық Жетісу телеарнасы директорының кеңесшісі бола жүріп, руханиятқа арналған ұлт пен рух хабарын жүргізді. Жауапты қызметті шығармашылықпен қатар алып жүрді. Ахмет Кендірбекұлының қаламынан ой тұмар, көкпар, зер, өмір, жылдар сөйлейді, қос қағыз, бесін, Қарашада өмір тұратты жыр эссе кітаптары, Атамекен Алакөл энциклопедиялық анықтамалығы туған. Ақынның өлеңдеріне Теміржан Базарбаев, Ескендір Хасанғалиев, Кенес Дүйсекеев сынды белгілі композиторлар 20-ға жуық ән жазған. Ахмет Кендірбекұлы, шығармашылықпен мемлекеттік қызметті, қоғамдық жұмысты қатар алып жүру қаншалықты қиын болды? Әрине, мемлекеттік қызметтің өз қиындығы бар, шығармашылық еңбектің өз қиындығы бар. Бірақ екеуін де үйлестіруге тура келді. Мәшһүр Жүсіп Көпеев айтады екен, бұл өнер деген, өлең деген бұл кие. Адамға жас кезінен жабысса, ол міндетті түрде шығады деп. Сондықтан менде бір өнерге деген жақындық болған шығар. Мемлекеттік қызмет істей жүріп, сол өзі келеді, шабыт келеді. Соның жазуға тура келеді. Бірақ мен індетіп әдебиет қуған адам емес. Расында өлеңдер жаздым, сын жаздым, басында сыннан бастаған ең бірінші. Екеуін ұштастырудағы себеп бұл бірін-бірі толықтырып отырады. Мемлекеттік қызмет тікелей адамның қас-қабағын зерттеумен байланысты. Сенің алдыңа келіп, өзінің бұйымтайын айтқан адамды сөз бидалыққа салып қойсаң, тағдырын шешпесең, о да бір қиын дүние. Немесе біреудің мұқтаж өмірін көріп, соған бірге езілесің, соған бірге жаның ашиды оған, соған бір көмегім тисе деп ойлайсың. Міне сондай кезде өлең келеді. Ол біреудің өмірі болса да саған қатты әсер етеді ол. Осы кезде шығармашылық дүние туады. Әрине, оның тек қана шығармашылық дүниені қуып, таза ақын болғанға не жетсін әрине. Бірақ осы екеуін үйлестіріп, мен 30 жыл мемлекеттік қызмет істедім, әртүрлі салада, ауылдан бастап министрлікке дейін. Бірақ соның өзінде де мен өлең тастаған жоқпын. Ара-тұра өлең жазып отырдым. Сол 3-4 жинағым шықты, өлеңдер жинағым, сосын прозалық еңбектерім шықты, эсселерім шықты, және сын еңбектерім шықты. Ақындық өнер қайдан дарыды? Әкем 3 жасында қайтыс болыпты. Шешем 80-ден асып қайтыс болды, бір үйдің жалғыз баласымын. Бірақ біздің тұғымда негізінен осы өлеңге, әнге, жырға жақын нағашы жақтан да адамдар болған сияқты, өз жағымнан да адамдар болған сияқты. Бірақ дәл мен басып айтамайын, мынау осыдан маған жұқты, аузыма бәленбай түкірді, содан ақын болып кеттім деп айта алмаймын. Бірақ Құдай берген жаңа айттық қой, мәшһүр сөзі кие ғой. Өмірлік серігіңіз, жұбайыңыз Раушан ханымға көп өлең арнадыңыз ба? Біз енді жас кезімізде таныстық. Институтта бірге оқыдық, бір партада отырдық. Сонымен міне 50 жылға жақындап қалыпты, бірге қатар келе жатқанымыз. Көп өлең арнадым деп айта алмаймын, бірақ жақсы өлеңдер арнадым ол кісіге. Өйткені адамның қосағы, өмірлік жары, өмірлік серігі жаңа құстың қос қанаты сияқты ғой. Бір қанатпен қайда барасың? Екі қанат қатар ұшса, алысқа баруға болады. Сондықтан мен өзім жарымды таптым деп ойлаймын өмірде, серігімді. Бала өсірдік, бақша өсірдік деген сияқты жігіттің 3 мұраты бар дейді ғой. Осы 3 мұратты орындап, тәубедеп келе жатқан адамдарымыз. Шүкір дейміз. Ахмет Кендірбекұлы мен Раушан Құспанқызы сыйластық пен берекенің арқасында жарты ғасыр бойы бір-біріне тірек боп, ұрпақ тәрбиелеп, бақытқа бөленуде. Раушан Құспанқызы шәкірт жүрегіне білім нұрын шашқан ұлағатты ұстаз, ой парасаты биік, дарынды қаламгер. Қазақ КСР халық ағарту ісінің үздігі, республикалық дарабоз балалар әдеби сыйлығының лауреаты, 4 мәрте Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің құрмет грамотасымен марапатталған. Шығармашылық мұрасы да өте бай.
Біз екеуміз қыз 15-ке толғанда Ақ жайықтың аманайлары, жестірнақ ханшайым атты ертегілер жинағы, ана бақыты, аңыздар туған арайлы аймақ атты еңбектері ұлттық әдебиетіміздің баға жетпес қазынасы. Бүгінде жарасымды жұп отбасылық құндылықтарды ұрпағына сіңіріп келеді. Раушан ханым, Ахмет мырзамен қалай танысып едіңіз? Сол сәтті еске түсірейікші? Мен 1973 жылы Атырау қаласындағы номер 13-ші Қазақстанның 50 жылдығы атындағы мектепті бітіріп, Алматыға оқуға келдім. Қазақтың Абай атындағы педагогикалық институтының филология факультетіне оқуға түстік. Үлкен конкурс болып, содан қазақ тілі мен әдебиетінен тарихтан емтихан тапсырып, 3 сабақтан оқуға түстім. Сөйтіп, ахаң Талдықорғаннан келіп оқуға түскен екен. Алдымен жұмысқа бардық, панфиловқа, жүгері жинауға. Сол жерде бір-бірімізбен жақын таныса бастадық. Сосын сабақ басталды. Сабақ басталған уақытта, ұзын бойлы, аққұба жігіт менің соңымнан қайта-қайта қасыма келіп, сөйлесіп, әңгімелесіп, сөйтіп жүрді. Сөйтіп мен өзім байқамайда қалдым. Оны қалай жақсы көрдім, ол мені қалай жақсы көрді, белгісіз. Әйтеуір бір тартылыс күші болған сияқты. Әңгімелесеміз, киноға барамыз. Алматының қызығы таусылмайды ғой. Түніменен жаңағы ән, жыр, сабақ деген сияқты. Сөйтіп бақытты сәттеріміз басталды да, одан 2-ші курсты бітіріп, 3-ші курсқа өтетін жылы жазда біз ерте 20 жасымызда үйлендік. Ахаң жаңа айтты ғой енді, өлең арнап жатырмын деп. Енді көп өлең арнамаса да, әдемі жырлар жазып менің көңілімді көкке көтеріп қоятын. Мысалы, бір өлеңіне біз екеуміз өзімізше музыкаға қосып айтатынбыз. Соны қазір мен не қылайын, ол мұңайма деп аталады. Зымыраған қалпындай асықты, жолыққанша бір өзіңе асықпын. Күн бағыстай күнге қарап ұмтылғын, мен өзіңе өмір бойы ғашықпын. Осындай әңгіме айтады. Біз сөйтіп жүріп, институтты бітіргенше біздің 2 баламыз болды. Кейін институтты бітіріп болғасын, жұмыс жасап жүргенде 3-ші кенже ұлымыз дүниеге келді. Сөйтіп үлкен шаңыраққа айналдық. Енем болды. Енеммен бірге 27 жыл өмір сүрдім. Ол кісінің тәрбиесін көрдім. Қарапайым сауыншы адам еді. Көп сөйлемейтін, көсемсіп ақыл айтпайтын. Менің қателігімді бір ренжіп бетіме баспайтын. Әртүрлі саладағы мен қаланың қызы болдым. Олар ауылда тұрды, сиыр сауады, бақша салады деген сияқты көп қызметтер бар ауылда. Сондай жағдайларда кейбір қателіктерімді көрген бойда өзі жөндеп үндемейтін салмақты адам болатын. Ахаң өлең жазады, мен өлең жазбаймын. Сондықтан ахаң туралы сен деген бір шағын ғана міне оқып берейін. Сен. Менің жарық нұрға толы елу көктемім де сен. Менің балбыраған күндей ыстық жаздарым да сен. Менің мәуелі жемістей қараша күздерім де сен. Аппақ қарлы, күміс құраулы қыстарым да сен. Болашақтан мені күтер жайлы көктемім де сен. Ғасыр бойы түгесілмес жаздарым да сен. Жылымықтан гүлашар күздерім де сен. Жарық сәуле таратқан ақ самайлы қыстарым да сен. Сонда мен кіммін? Деп өзімнен сұрайтынмын. Сонымен әжемнің арманы, нағашы әжемнің арманы орындалды. Ол мені жақсы отбасылы болса, балаларды оқытып, әдебиет пен өнерге тәрбиелесе деп арманы болған, сол арманы орындалды. Мен қарапайым мұғалім, қарапайым ана, адал жар, аяулы әжеге айналып, сонымен 70 деп аталатын жасымызды қарсы алып жатырмыз. Ахаң өзі ақкөңіл азамат. Сәл нәрсені ренжу, бір нәрсені көңіліне алу,
деген нәрселерге жоқ. Аңқылдап қашанда ол үйге кіріп келген уақытта сәуле кіріп келген сияқты болады мен үшін. Сондықтан мен оған бір муза болдым деп те айта алмаймын, шынымды айтсам. Мен қарапайым тірлік кештім, тамағын дайындадым, үйін таза ұстадым, бала шағасын дүниеге әкелдім, оларды тәрбиеледім, мектепте қызмет жасадым. Сонымен менің таңым атып, кешім батқанша кәдімгі бір зырылдаған өмірменен өмір сүріп жатты. Бірақ жүрегімізде мейірім болды, жүрегімізде бір-бірімізге деген ынтық сезім болды, сыйласым болды, үйдің ішінде береке болды. Ер адамға көп қатты бір ерекше ықылас немесе ерекше бір жағдайдың қажеті жоқ. Оның тамағы тоқ болып, үстіндегі көйлегі көк болып, көңілі орнында, бала шағасы бағулы болып, анасының қабағы жадыраңқы болып отырса, болды. Сондықтан мен сол нәрселерді алдыма мақсат етіп қойдым да, әрине, әдемі болуға, өзімді күтуге, өзімді жаңағы басқа ел жұрттан қалмауға, ішкі жан дүниемді жетілдіруге тырыстым, бірақ дегенменен менің басты мақсатым отбасым болды. Сол отбасымның жағдайын жасау болып, сондықтан да Ахаң екеуміз жеңіл өмір кештік. Қатты ренжіспейтінбіз. Балаларымыз тату өсті. Жылулық, махаббат, бір-біріне деген қолдау еңбекте де жетістікке ұмтылдырды. Ахмет Кендірбекұлы үздік мемлекеттік қызметші, төтенше жағдайлар саласының үздігі төс белгілерінің иегері, Қазақстан жазушылар және журналистер одақтарының мүшесі, халық қаһармандары жылының лауреаты, Қазақстан Республикасы президентінің жарлығымен ерен еңбегі үшін медалімен және 12 мерейтойлық медальдармен, Қазақстан Республикасының құрмет грамотасымен, Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің 3 мәрте құрмет грамотасымен және Қазақстан журналистер одағының құрмет грамотасымен марапатталған. Алматы облысының және Алакөл ауданының құрметті азаматы атанды. Тұғыры биік тұлғаның атқарған игі істеріне әріптестері мен замандастары куә. 91 жылдың аяғында өздеріңіз білесіздер, союз тарап, партия жойылып, өмір басқа формацияға қарай аяқ басты. Сондықтан да халықпен жұмыс істеу, халықты алға сүйреу, оған сол кездегі жағдайды түсіндіру үшін озық ойлы, өздеріне сенімді жігіттерді қызметке тартуға тура келді. Соның бірі осы Ахмет Кендірбекұлы болды. Ол кезде ол қазақ тілі қоғамында жұмыс істеп жүр екен, осы әлеуметтік саланы басқарды. Әрине, жағдай өте қиын болды. Бұрынғы қарым қатынас бәрі жойылып, магазиндердің сөрелері бос қалып, халық сансырап, не жалақы жоқ, не пенсия жоқ, қиын жағдай болды. Сондықтан бірінші әлеуметтік қорғалмаған жанұяларға көмек ретінде ауданда бюджеттен тыс қоры ашылып, әлеуметтік магазиндер ашылды. Соларға көмек ретінде көрші Қытай мемлекетімен қарым-қатынас жасап, олардың Үшарал қаласында үлкен магазин, универмагын аштық. Өзімізде сол жақтан магазин ашып, сол халықты біршама алға қарай сүйреуге тура келді. Ал ауыл шаруашылығында совхоздар, колхоздар бәрі жоғалып, өндірістік кооперативтер өмірге келді. Сол ауылдық мекендердің аттары барлығын сол кезде Ахметтер сол облыста бірінші боп өзіміздің байырғы аттарын жолға қойды. Бұл енді үлкен жұмыс болды. Тәуелсіздік дәуірі көптеген азаматтарды тарих сахнасына шығарды. Оның ішінде көптеген қаламгерлер, ғалымдар, қайраткерлер шықты. Осы қатарда Ахмет Кендірбекұлының орны ерекше деп білем. Ахаң бірінші қарымды қаламгер, журналист, ақын,
екіншіден үлкен тілдің қайраткері, тілдің жанашыры. 2000 жылдардың басында Қазақстан қоғамында тіл басқармалары құрылып, ресми билік мемлекеттілікке ерекше мән бере бастаған кезде көптеген азаматтар іс басына келді. Солардың ішінде Ахмет Кендірбекұлының орны ерекше. Біріншіден, ол өзі Алматы облыстық тілдер даму басқармасын басқарды, соның құрудың басқасында болды. Қасынан үлкен орталық құрылды. Орталықтың Қазақстанда тұңғыш рет өңірлерде 10-нан астам бөлімше филиалдары болды. Екіншіден, Ахаңның Ахмет Кендірбекұлының бастамасымен Талдықорғанда үлкен тіл сарайы салынды. Жалпы біздің лексикана емес, әлемнің руханият тарихында, тілдер дамытудың тарихында тіл сарайы осы күнге шейін әлемдегі бірден-бір осындай нысан. Басқа әлемнің ешқандай елінде тіл сарайы деген ұғым да жоқ. Міне осының басында Ахмет Кендірбекұлының тұрғанын айтуымыз керек. Тіл сарайы арқылы біздің мемлекеттілікке деген көзқарасымыз, ана тілге деген көзқарасымыз паш етілді. Бүгін Талдықорғанда үлкен рухани орталыққа айналды. Талдықорғанда ғана емес, бүкіл Қазақстанда, оның ішінде біздің министрлік тіл саясаты комитетте, өңірлік, аймақтық, республикалық, халықаралық қаншама конференцияларға, қаншама шараларға куә болды. Ахаң жеке басында іске деген ішшілдік, бүгінгі тілмен айтқан кезде басшының қандай менеджер болуы, қандай ұйымдастырушы болуының бәрін осы Ахмет Кендірұлының жеке тұлғалық қасиетінен көреміз. Бұл кісі мына ар тазалығына келгенде, отаншылдыққа келгенде жанына, алдына адам салмайтын азаматтың біреуі. Ешкімді алалап бөлмейтін, мемлекеттік қызметте жүргенде эталонға айланған азамат. Сол себептен мен бұл кісінің сол мемлекеттік қызметте жүргенде, мемлекет үшін қызмет жасап, еліміздің әлеуметтік экономикалық дамуына қосқан үлестері өте мол болды. Бұл кісі қысқада нұсқа жазалатын азамат. Мемлекеттік іс-қағаздар жүргізу ол бөлекше. Сол себептен онда жүргізуде көптеген азаматтарға үлгі болып, бірталай шәкірттерді дайындаған азамат. Сонымен бірге аха дейді көбінесе бұл кісіні. Үлкені де, кішіде де аха дейді, аха дейді. Ахан келген кезде үлкендер тұрып төрден орын береді. Ахан келген кезде кішілер тұрып сәлем береді. Сондай мәртебесі биік, жаны таза, пәк адам. Шын пейілмен анық қарайтын, анық қанығын, шындық дегенде жанын беретін азаматтың біреуі, ар тазалығын сақтап жүрген азаматымыз. Сол себептен мына отбасына келетін болсақ, балаларды дұрыс тәрбие беріп жүрген, өзінің көптеген шәкірттері бар, осындай інілеріне жақсы тәрбие беріп жүрген азаматтың біреуі. Егер осындай Ахаң сияқты азаматтар көп болса, мемлекеттің даму үрдісі тез жүруші еді. Көптеген нәрселер тез жасалушы еді. Бұл кісі өтірікке бармайтын, шындықты тіліп тұрып айтатын азаматтың біреуі. Өмір жолындағы адалдығы мен табандылығы арқылы ел құрметіне бөленген кейіпкеріміздің ырыс пен береке орнаған шаңырағына келдік. Қош көрдік. Қош келдіңіз. Қош көрдік, рахмет. Ал енді, құрметті әулетіміз, бүгін басымыз жиналып қапты. Біздің бүгін отанасының туған күні, соған мына балалар құттықтап келіп жатыр екен. Бүгін соған жиналып отырған жағдайымыз бар. Ал енді қысқаша мен әулетімізбен таныстырып өтейін. Әулеттің үлкені Жалғас, осы Астанада тұрады, қызмет істейді, келін екеуі де қызметте. Мынау екінші ұлымыз, ортаншы ұлымыз Талғат, Астанада тұрады, ода жолдасы Түрбай Айжан. Енді үшінші ұлымыз Арнұр, келін Айгерім, екеуі де бүгін қызметте болып келе алмай қалды, бірақ осында балалар келіп отыр, біздің немереміз, таныстырып өтемін. Мына төрде отырған құдағиымыз Света, Арнұрдың енесі. Біздің енді немерелеріміз, ең үлкен немереміз Аружан, ана жерде отыр Аружан. Осында кәсіпкер, осында университет бітірген. Одан кейінгі немереміз Жадыра, күйеу баламыз Ербол, мына шөбереміз Айлин. Шөбереміз отырған. Менің жанымда отырған, тіктеп отырған Назым, біздің немереміз, біздің тағы бір немереміз Абылай. Ол бүгін сабақта университетте оқиды. Бүгін келмей, тағы басқа немерелеріміз осында университетте келе алмай жатыр. Архитектурныйда оқитын екі қызымыз бар. Біреуінің аты Жұлдыз, біреуінің аты Шахназ. Олар келе алмай жатыр. Біз жаңағы шығармашылық ортасында өстік. Қазақтың барлық отбасындағы секілді бізді әке-шешеміз адал болуға,
біреудің ала жібін аттамауға, үлкен азамат болуға бағыт беріп осылай бізді өсірді. Баршамызды оқытып, үлкен жетістіктерге үлкен мамандар иесі болуына атсалысып, үлкен еңбек етті біз үшін. Ағайын тату болса ат көп, абысын тату болса аз көп деген халық даналығы сыйлы әулеттің ұлдары мен келіндеріне қатысты айтылғандай. Бүгінде отбасы құндылықтары ұлықталатын, ырысы мен ынтымағы ұйыған әулет көпке үлгі. Мен 25 жыл бұрын келін болып осы үлкен шаңыраққа түстім. Ата әке шешеміз үлкен құшақтарын жайып, ақ баталарын беріп қарсы алды. Содан бері міне 25 жыл өтіпті. Өзім қазір шүкір әжемін, жолдасым жалғас ата. Атамыз бен шешеміздің көрген үлгі тәрбиеміз өте көп. Қашанда отбасын шаңырақты бірлікте ұстайтын өте бір қазыналы қарттар. Апамыздың бір жақсы бір қасиеті, мен айта өтедім, келіндер үшін, әйел адам үшін өте бір керек өнеге тәрбие деп. Біріншіден, ол кісінің эстетикалық талғамы өте жоғары. Дастархан жаюдағы өзінің мәнері болсын, жалпы кез келген әйел адамға қатысты әртүрлі, мысалы үй тұрмыстық жағдайда эстетикалық талғамы өте жоғары. Екіншіден, тамақты өте дәмді пісіреді. Қолынан қандай тағам жасасын, өте дәмді шығады. Үшінші, өте таза адам. Өте таза, ішкі жан дүниесі де жалпы өзінің байға әйел адам ретінде де тазалығы өте жоғары. Біз келіндер соны бағалаймыз, соны үлгі тұтамыз. Ал атамыз бен осы апамыздың ортақ бір жақсы қасиеттері рухани байлыққа өте зор. Рухани байлықтар өте жақсы. Қанша жасқа келсе де шығармашылық ізденісте жүреді. Атамыздың бір жақсы бір қасиеті, мысалы біздің шаңырақтарда, отбасымызда бір туған күн болады ғой, сол кезде ең бірінші біз ұялы телефонды қосып қалған кезде ең бірінші болып құттықтап бізге өлең жазады. Үлкендеріміз болсын, немерелер болсын, шөбере болсын, бәріне өзінің туған күн өлеңін арнап. Немере, еле мейлі кейде тіпті елеме қызу қайрат дарытатын денеге оттастық, күндестік дегенмен одан ыстық көрінеді немере. Біреу саған жақсы ұрпағын береме, өз балаңа көп айтасың өнеге. Ұлың жақын, қызың жақын дегенмен одан жақын көрінеді немере. Теңе мейлі басқа дәмге теңеме, дастарханның онсыз сәні келеме, қанта тәтті, балда тәтті дегенмен одан тәтті көрінеді немере. Басында жоқ біреу айтсаң сенен. Осылайша атасы сүйікті немерелеріне жүрек тебірентер жыр арнап, көңілін шаттыққа бөлейді. Ал тұңғыш немересі Аружан атасының ширек ғасыр бұрын өзіне арнаған өлеңінің әр сөзін жатқа біледі. Әй Аружан, Аружан, ұйқын сенің кенде емес қой қанодан. Құйрық майды сорғызып ақ қойерем, Күлбан апан келмей жатыр ауылдан. Әлди, әй балапан, саусағынды бір-екі деп санатам. Әке шешен оралғанша оқудан, көп ертегі айтып берер жанатан. Мен осы ақындық жолымда да алғаш маған бата берген Әбу Сәрсенбаев. Ол кеңестік кезеңде мынандай бір үрдіс болған. Жас ақындардың өлеңдерін авторын көрсетпей, белгілі бір үлкен ақындарға береді. Есенғали Раушанов деген жас жігіт жалын баспасын істейді екен. Сары жігіт, жүдеу, арық келген жігіт екен. Соған өлеңін тапсырдым. Сосын маған айтты, елден келдің бе деді, мен де елден келдім деді. Ол келген сол бір-ақ жылдың шамасы екен елден келгеніне, Есенғалидың. Жақсы алып қалды өлеңді. Бір уақытта Әбу Сәрсенбаевтың алғы сөзімен жалын журналына жарияланды. Батасын беріп, жақсы сөздер айтып, қатты қуандым расында. Одан бергі дәуірде жаңағы өзімнің елім Алакөлдің арқасында, сол көлдің арқасында, киелі көлдің арқасында бүкіл шығармашылық адамдардың бәрімен таныстым десем өтірік емес. Өйткені олар демалуға келеді. Ол кезде қазіргідей курорт, санаторияда көп емес.
мен сол Көктұма деген ауылда мектеп директоры болып істедім. Жасым жас, 24 жас дедім ол кезде. Сосын қонақтар келгенде міндетті түрде екі үйге бөледі. Біреуі совхоз директорының үйіне, біреуі мектеп директорының. Ол театр келсе де солай бөлінеді, әр үйге, өйткені қонақ үй жоқ ол кезде. Сондықтан мен үйімде барлық адамдар болды деп айтсам артық емес. Ол Қасым Қайсеновтан бастап, бергі Оралхан Бөкейге шейін, бергі дәуірде Жұмабай Шаштайұлына шейін. Ол кезде тиражировка деген болады. Анау тираж жинау үшін қаламгерлер елге келеді. Осы Шерағаң бар, Ақселеу бар, талай келген жағдайлар бар біздің елге, Алакөлге. Міне сол кісілердің арқасы болар, үлкен адамдармен таныстым. Әсіресе Тұмекең Тұманбай Молдағалиевпен етене таныс болдым. Ол біздің үйге келіп, ол кезде баласы Москвада оқиды дәурен, екеуі келіп суға түсіп жаңағы жатады. Сол Алакөл туралы көптеген өлеңдер жазды. Және мен туралы 2-3 өлең жазды, өзі Ахмет Ілме деген басқа жағдайы бар. Мен сол кісілердің батасын алдым. Мен өз ағам Сәкен Иманасов Алакөлдің ағиық азаматы, ағиық ақыны. Ол кісінің жанында жүрдім, батасын алдым, мен туралы да өлеңдер жазды. Міне осындай шығармашылық адамдардың арқасында менің өлеңім өлмеді. Мемлекеттік қандай қиын жұмыста жүрсем де арасында өлең жазып жүрдім. Мен енді қызметте де осы жақсы адамдармен бірге жұмыс істедім деп ойлаймын. Ең бірінші ауданда жұмыс істеп, мектеп директорының аудандық әкімдікте әкім орынбасары болдым. Осы кезде аудан әкімі Әбдіғали Бектеміров деген азамат болды. Мен сол кісінің шапағатын көріп, үлкен осы әкімшіліктің жұмысын меңгеруге тырыстым. Көптеген кітаптарым жарық көрді. Соның ішінде маған ерекше осыдан 20 жыл бұрын шыққан мынау жылдар сөйлейді деген кітабым. Бұл менің 50 жылдығы шыққан кітабым еді. Бұл екі жақта. Өйткені мына жағында Раушан Құрманғалиева біз екеуміз деп аталады. Міне екі шығармашылық адамның бірге бір үйде болуы да жақсы бір жағынан. Өйткені алғаш рет мен өлеңімді ол оқиды, оның шығармашылық прозалық еңбектерін мен оқимын. Сөйтіп екеуміз қабаттасып, екеуміз қанаттасып осы бір кітапты екі жақты қылып шығарған неміз. Одан бергі дәуірде де біраз кітаптар шығардым. Ең сүбелі еңбегім менің ғылыми зерттеу бағытындағы Алакөлдің энциклопедиясы. Оған мен 4-5 жылымды арнадым. Өйткені сол Алакөлдің даналары мен паналары, жер суы, батырлары кезіндегі билері, тарихы, шежіресі түгел осында топтастырылған бүгінгі күнге шейін. Бұл үлкен еңбек арпінен басталып ямен аяқталатын. Сонымен қатар ауылдың үлкен игі ақсақалдарымен елді, жерді сыртқа танытқан азаматтарменен менің мына Мұңбаев Мұхамедбай деген ұстазым болды. Ол кісінің 2 томдығын шығардым, кейіннен қайтыс болғаннан кейін. Ол кісі әдебиетке маған сабақ берген, мен әдебиет әлеміне жетілген адам еді. Ұстазымның үлкен еңбегі сіңді маған. Кейіннен де өзінің музейін ашуға жәрдемдесіп, жаңа 2 томдығын жинақтап шығарыстым. Бұл мен ұстаз алдындағы парызымды өтегенім. Ал енді екінші үлкен парыз ол туған елдің алдындағы парыз. Мен айттым, Алакөлге мен 4-5 өлең жазсам, соның кемінде жартысы Алакөлге арналып. Алакөл туралы 7-8 кітабым шықты. Өйткені Алакөлдің ағиық азаматтары, ағайдынды Алакөл, әртүрлі қырынан, біреу этнографиялық қырынан, біреу танымдық қырынан, біреу сол елдің паналары мен даналары жөнінде кітап шығаруға тура келді. Соның мерейтойлары 80 жылдық одан 90 жылдығы деген әңгіме сол кітаптар мына жерде тұр қазір. Осы кітаптардың ең қорытындысы болып Алакөл Атамекен Алакөл энциклопедиясы жарық көрді. Мен өзімнің туған елдің алдындағы парызымды ақтадым деп айтсам артық айтпаған боларым. Әрине ақтай алмайсың ғой толық. Дегенмен осы Алакөлдің өзім қаламыма іліккен Алакөлдің барлық жақсы мен жайсаңдарын өтіп кеткен ана ғасырдағы, бергі ғасырдағы бәрін бұрын елге жаңа кеңестік кезде аты өшірілген азаматтардың, алаштықтардың кезіндегі, алашқа қызмет еткен азамдардың Алакөлде туған, солардың бәрін халыққа жария етіп, жаңа тыңнан осы түрен салғандай архивте отырып, осыны жарыққа көргенім бар еді. Ахмет Кендірбекұлы қоғам игілігі үшін аянбай еңбек етіп, ел мүддесін өмірінің өзегіне айналдыра білген тұлға. Ұлт руханиятына деген адалдығы отбасы мен жақындарына ғана емес, тұтас бір ұрпаққа үлгі өнеге. Тауға барсам, заңғар ойлар қаулайды, сондай асқақ болғым кеп, бауға барсам, бауырмалдық баурайды, әр түбіне қонғым кеп. Көлге барсам, тілегім бар жаңа бір, болсам шіркін айдынды. Шөлге барсам, шөліркесем де о өмір, жолатпа тек қайғыңды.